уақытына болсын деген ғой. Түсіруге құқығың бар ма жоқ па? Түсіре бер. Болды. Асықпай тұр, бір сағат тұр, мына жерге тұрып, біз жұмыс барысымыз отыр. Біз сізге ештеңе деп жатқан жоқпыз. Негізі іс-шара қағаз болу керек бізде. Мен сізге айтып отырмын, көрсетемін мен сізге көрсетпейін дедім бе сізге? Сіз не қасыңызда жүру міндетті емес па ол? Мен сізге қазір онлайн көрсететін болсам, сіз қағазын тұрады болса, қағазын тұрса, оң жаққа тұра қойыңыз, қағазын алып барайық. Жоқ, алып келгенде қайда қасыңызда? Сізге арналмаған деймін, бізге арналған жұмыста 10-шы бұйрыққа сәйкес. Бізде мысалы іс-шара жүреді ғой, мал ұрысы, тағы бірдеңе, сол кезде криминал, опер, жаңағы ветеринар бәрі келіп базар аралап, мысалы ет дүкен болсын, или жолда тексереді, мал ұрысы дейтін іс-шара жүреді. Сондай кезде сырғасымен бірге полиция қызметкерлері солай тексереді. Жоқ, былай трассада да мал базарларда жүреді ғой, трассада. Бізде именно Маңғыстау облысында Бейнеу ауданында Жаңаөзен қаласында 2 рет тоқтатты. Сондай жағдай болды, трассада ветеринар қасына еріп жүрді. Бірге іс-шара солай ұйымдастырылған. Жоқ, енді мал тасымалдап жатқаны заңсыз болса, онда келеді. Мал дәрігері келеді, сізге кім болса да келеді. Жоқ, кез келген заттың енді жаңағы іс-шара қағаз болу керек қой, дәлел болу керек қой. Қай зат. Енді онлайн көрсетейін ба? Онлайн жүрмейді, көшірме болғанда да онлайн көрсетпе дейсің. Көшірмесін растайтын печатымен солай берсең де болады. Жоқ, көшірме. Честно, мен саған айтып отырмын, қара. Онлайн бізге жалпы бұйрық бізге арналған жұмыс. Сізге енді жолаушы ретінде сізге арналмаған ол. 10-шы бұйрыққа сәйкес, 10-шы бұйрыққа сәйкес жұмыс жасаймыз. Енді халық ретінде талап етіп тұрды, басшылыққа солай. Басшылыққа айтып солай алдырып болады ғой қасыңызға. Көшірме болса да. Басшы ретінде алып келеді, басшылар соған бізге алып келсін көшірмесін. Нағыз көрім кетсе, онлайн көрсетсем болады. Онлайн көрсете қойшы қане. Онлайн көрсетші. Сізде біреу себепсіз тоқтату көп жолда. Соның бір құрттай да болса, үлесімізді қосайық деп жүрген. Ойнап жүрген ешкім жоқ. Себепсіз тоқтата береді қазір өзгертіп. Қалай, қайда жазылған енді? Оны дәлел берілмейді ешкім. 9 причина, тағы да бір 8 причина болды тоқтату. 9 деген жаңа шетелдік автокөлікке байланысты ғой ол. Бір 52-ші баптың 9 тармағы бар, 9 тармақ бойынша тоқтатасың. Көлігіне сәйкес біз тоқтатамыз бана. Жедел профилактика іс-шара жүргізеді. Жүк көлігін ба? Жүк көлігі болсын, жеңіл автокөлік болсын барлығы. Блок болса емес, ештеңе емес, білмеймін енді. Іс-шара жүрсе жүріп жатқан шығар енді, бірақ оны жүріп жатқан дәлелдейтін құжатпен жүрген жақсы ғой жалпы. Құжатпен жүрген. Бар ма? Енді жүрі ма? Мен қозғала берейін. Уақытым болмайды. Қашан келеді? Келді ма? Жоқ, кетемін бе? Өзіңізге сұрақ қойамын. Иә. Тағы бірде қарармыз онда. Жүрейін мен. Давай. Қозғалайын. Балдар ғана астына дейтін істеп қысылып қалған. Жоқ, дымда қалмайды деймін ол. Жайғасып қалды ғой. 2 күн болды Оралдан тиіп баттан. Давай. Әумин.